Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге аманатқа қиянат жасаман деген өсиет әңгімені айтып беремін. Ал ендеше тыңдаңыздар. Мен бастаймын. Bir күні бір жас бала бір теріні алып сауда басшысына келеді. Оған былай дейді: сіз мына теріні алып қалаға барып сатыңыз, және қанша ақша қалады, сонша ақшаға не келеді, соны маған алып келіңіз дейді. Ол басшы келіседі. Сөйтіп ол қалаға қарай барады. Қалада теріні 1 теңгеге сатып жібереді. 1 теңге. 1 теңгеге тек қана мысық бар екен. Сөйтіп басшы мынандай бір мысық сатып алады. Ол мысықты алып ауылға қарай барады. Бір ауылға тоқтайды. Бір ауылға басшы тоқтайды. Ол ауылда тышқан көбейіп кетіпті. Ол азық-түліктің бәрін жеп, ауыл тұрғындарына тамақ бермей жүр екен. Сөйтіп мысық түсіп, тышқандардың бәрін жей бастайды. Ауыл тұрғындары мысықты сатып алғысы келіп сұрайды. Мысықты басшы бере салады. Мысықтың орнына көп алтын береді ауыл тұрғындары. Басшы оны алып жолда келе жатқан кезде мен балаға 1 теңгені беріп алтындарды өзіме алайын деп ойлайды. Сол кезде ұрлықшылар келіп басшыны тонап кетеді. Басшы былай ойлайды: менің ойым дұрыс болмады ау деп. Ауыл тұрғындары оған көмектеседі. Оған көмектесіп, басшыға ұрлықшыны ұстап, басшының барлық заттарын өзіне қайтарып береді. Сөйтіп басшы ауылына барып, барлық алтынды балаға береді. Аманатқа қиянат жасамау керек деген сөз осыдан қалған екен. Егер де балалар, бұл өсиет әңгіме сендерге ұнаса, онда менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар!